мынау патша үкіметі бізді отарлап алғаннан кейін мына казачий войска деген болды. Сол казактармен шатастырмас үшін біздерді саналы түрде бұрмалап киргиз кайсактар деп атаған. Мына 18 ғасырда, ал енді 19 ғасырда 1822 жылы Спиранскийдің жарғысынан бастап сол кезде киргиздар деп пайдаланды. Сөйтіп бізді киргиз деп атау қалыптасып кетті. Ал енді мына Совет үкіметінің алғашқы жылдарында да сол бізді патша үкіметінің кезінде қалай киргиз деп атаса, сол жалғастырып бізді киргиз деп атап кете берді. Тіпті 1919 жылы қазақ жерін басқару үшін құрылған революциялық комитеттің аты да Қырғыз революциялық комитет деп құрылды, солай аталды ресми түрде. 1920 жылы қазан айында құрылған Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы деген атау қазақ атымен құрылғанымен орысша ресми құжаттың бәрінде киргиз деп аталды. Қазақ тарихшыларында болсын, қырғыз тарихшыларында болсын, бұл екі жақта бірдей. Қырғыздарды патша әкімшілігі дикий киргиз, дикокаменный киргизий деп атаған. Кейінгі кезеңде, мына 19 ғасырдың соңында, 20 ғасырдың бас кезінде кара киргиз деп атай бастады. Бізге бұл отаршылдардың берген таңбасы ғой, атауы. Шоқан Уәлиханов бұл туралы жаңағы еңбектерінде жазды. Біздің дұрыс атауымыз қазақ, олардың дұрыс атауы қырғыз. Бірақ оларды дұрыс емес, патша үкіметі дикокаменный киргиз, кара киргиз, жаңағы дикий киргиз деп атап жүр. Олар қырғыз деді.